Сәлем достар, сіздермен бірге Жанар. Бүгін сіздерге осындай өте керемет пирог шарлотканың жасалу жолымен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге 5 жұмыртқа керек болады. Осы жұмыртқамен қант екеуін міндетті түрде көтерілгенше жақсылап аппақ болғанша миксерлейміз. Миксерлегенде 1-2 минут сайын жаңағы жылдамдықты көтере отырып, ең соңғы жылдамдыққа дейін аппақ болғанша көтерілгенше миксерлейміз. Міне бізде осындай аппақ болып көтерілді. Енді осыған біз ұнымызды қосатын боламыз. Ұн қосқан кезде 2-ге бөліп қосқанымыз дұрыс. Себебі бірден жаңағы қоссақ, бізде масса басылып қалады. Енді алманы сыртын ашып, кейін осындай етіп жаңағы кесетін боламыз. Майдалап кесеміз, орталарының барлығын, артық жерлерінің барлығын алып тастаймыз да, және де дәл видеодағындай етіп кесетін боламыз. Енді бізге 22-20 диаметрлік форма керек болады. Сол форманы біз сары маймен шеттерінің барлығын осылай майлап шығамыз да, кейін осының үстіне кішкене ғана ұн себуге болады. Біздің жаңағы пирогымыз жабысып қалмас үшін. Кейін майдалап туралған алмамызды осылай кезек-кезек етіп, әдемілеп барлығын тізіп шығамыз. Міне осылай біз алмаларымыздың барлығын формамызға осылай орналастырып шықтық. Кейін сұйық массамызды осы алмалардың үстіне құйып шығамыз осылай. Бізде шарлотка пирогы әр пеште әртүрлі піседі. Мысалы, әсел пеште 170 градуста пісу мүмкін, немесе одан да төмен пісу мүмкін. Өздеріңіздің пештеріңізге қарайласасыздар. Менде 170 градуста 25-30 минут аралығында пісіп шықты. Міндетті түрде шпажкамен тексеріп көреміз. Егер де шпажкамыз құрғақ болса ғана осы пештен аламыз. Ал егер де дұрыс піспесе, онда уақытынан кішкене көбірек ұстаймыз. Себебі осы шарлотка пирогының бисквиті кейбір пештерде дұрыс шықпауы мүмкін. Міне осындай өте керемет дәмді пирог бізде дайын болды.